Сәлеметсіз бе? Видео басталмас бұрын экран астында подписаться батырмасын басыңыз және қоңыраушаны басып все деген батырманы баса кетуді ұмытпаңыз. Егер видео ұнаса, ұнады батырмасында баса кетіңіз. Мен алдыңғы видеомда, яғни логикалық сұрақтар бірінші видеомның соңғы жағында күні бойы бір сұрақ қойып, бірақ әр сұрағанда әртүрлі жауап алатын сұрағымыз қандай деген сұраққа ешкім дұрыс жауап бермепті. Олай болса, мен дұрыс жауабын өзім айта кетейін. Оның дұрыс жауабы сағат неше болды деген сұрақ. Біз бұл сұрақты әр минут сайын сұрасақ та, біз әртүрлі жауап аламыз. Сондықтан да сағат неше болды деген сұрақ дұрыс жауап болып табылады. Және де құрметті оқырман, менің видеода қойған сұрақтарыма пікір қалдырып, дұрыс жауап беріп отырсаңыз, мен қуанышты болар едім. Олай болса, бүгінгі бірінші сұрақ. Ержан мен Арман ешкім жоқта қараңғы бөлмеге барып ойнайды. Кейіннен олар жарыққа шыққан кезде Ержанның үсті лас, ал Арманның үсті тап-таза болады. Бірақ неге екендігі белгісіз, жуынуға Ержан емес, Арман кетеді. Сіздің ойыңызша қалай? Жуынуға кім бару керек еді? Неге Ержан емес, Арман барды? Жуынуға Ержан емес, Арман барды. Себебі Арман Ержанның үстіне қарады және Ержанның үстінің лас екендігін байқады. Сондықтан да ол өзінің де үсті лас деп ойлап жуынуға кетті. Келесі сұрақ, бұл неше саны? Әрине, бұл 2 саны. 2 санның артына 0-ді тіркесек 20 болады. Бірақ біз осы 2 санына қарап отырып 10 деп жауап беретін кезіміз болады екен. Ол қай уақытта? Қалай ойлайсыз? Дұрыс жауабы, біз электронды сағатқа қараған кезде, ол жерде 2 рет 2 санын көрсек, біз сағат 10 болды деп айтамыз. Келесі сұрақ. Жүргізуші көлікте келе жатады. Ол өзінің фарын да жақпаған және айдың жарығы да жоқ. Бірақ ол алдынан өтіп бара жатқан қара киімді адамды анық көреді. Ол оны қалай көреді? Қалай ойлайсыз? Дұрыс жауабы, жүргізуші қара киімді адамды анық көреді, өйткені ол кезде түн емес, күндіз болатын. Келесі сұрақ. Бірінші бала өзінің су астында 3 минут бойы шыдай алатынын айтып мақтанады. Ал оған екінші бала айтады: "Мен ешқандай да құрылғысыз су астында 10 минут бойы шыдай аламын" дейді. Оған бірінші бала әрине сенбейді. Сосын олар бәстеседі. Бәсте екінші бала 10 минут бойы су астында шыдап, жеңіске жетеді. Ол қалай болды? Қалай ойлайсыз? Екінші бала стаканға суды толтырып қояды да, оны басында ұстайды. Ол оған 10 минут бойы шыдап, өзінің тапқырлығыменен жеңіске жеткен екен. Келесі сұрақ. Мұқият болыңыз. Ыстық шайды қай қолмен араластырған дұрыс? Оң қолмен ба, сол қолмен ба? Бұл сұрақтың жауабын төменде пікірге жаза кетіңіз.